Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы шаңырақ. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы өте зор. Ұл бала әке шаңырағының иесі болып саналады. Киіз үйдің басқа сүйектері ескірсе, жаңартуға болады. Ал шаңырақ жаңартылмайды. Шаңырақты үй иесі деп есептелетін ер адам ғана көтереді. Диктантты бастаймыз. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы өте зор. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Ұл бала әке шаңырағының иесі болып саналады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Киіз үйдің басқа сүйектері ескірсе, жаңартуға болады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Ал шаңырақ жаңартылмайды. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Шаңырақты
үй, иесі, деп, есептелетін, ер, адам, ғана, көтереді, сөйлем аяқталды.